Ақылды бала, моңғол ертегісі. Ерте заманда шал мен кемпір өмір сүріпті. Олардың 7 жасар ұлы болыпты. Олардың бар жоқ байлығы ақсақ көк ат пен арық 3 ешкі, және тозығы жеткен ескі киіз үй болыпты. Шал кедейшілікте тұрыпты, бірақ оның ұлы сондай епті де, зерек болып өседі. Бір күні қарттардың киіз үйіне қонып шығуға бір төре келеді. Бұл адам ар ұяты жоқ, мейірімсіз еді. Одан бүкіл аймақ сескенетін. Ол үйге кірген кезде 7 жасар бала киіз үстінде үлкен шарамен қымыз ішіп отыр еді. Әлгі төре балаға қарап қарқылдап кеп күліп, «Міне, қандай шара? Шара емес, нағыз астау ғой», дейді. Бала ішкенін қоя салады да келген қонаққа таң қалып, тесіле қарайды. «Құрметті мырза, осындай астаумен суғаратындай сіздің малыңыз аз ба еді?» дейді сосын. Төре ұялып қалып, не деп жауап берерін білмейді. Таңертең ол кетпек болып жиналған кезде атының айыл тартпаларын түнде шалдың ешкілері жеп қойғанын байқайды. Төре ашуланып шалға «Шығынымды төле, әйтпесе жаман болады» дейді. Ақылды бала әкесіне жақ болып, «Құрметті қонақ, сенің атыңның айыл тартпаларын жеген ешкі ғой, соған төледі» дейді. Төре үндемей атына секіріп мініп, шоқырақтай жөнеледі. Бірақ атының аяғы көрді ұшқанын ініне кіріп кетіп, ері жерге сыпырылып түседі. Төре ызаланып, бар күшімен атты қамшылады кеп. Бұны көрген бала қатты қарқылдап күледі. «Неменеге күлесің, ақымақ бала?» дейді төре. «Қалайша күлмейін, халық айтады екен. Кімде-кім көп өтірік айтса, соның аты көртышқаның ініне сүрініп, ал өзі жерге ұшып түседі деп. Олай болса, сен суайт өтірікшісің». Төре мынандай батыл сөзге ештеңе деп жауап бере алмады. Жүгенінен ұстап, атын жетектеп, ілби басып жөнімен кетеді. Сөйтіп ақылды бала төренің сағын сындырыпты.